Жаңа конституция елдің мемлекеттік басқару жүйесін жаңғыртуға бағытталған. Онда бір палаталы парламент құру, вице-президент лауазымын енгізу, шетелден қаржыландыруға тыйым салу және азаматтықтан айыру тәртібін қайта қарау секілді бір қатар бастамалар қамтылған. Негізгі құжат шамамен 84%-ға жаңарған. Бұл өзгерістерге халықтың пікірі мен ұсыныстары негіз болды. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан зерттеу университетінде жаңа конституциялық реформаларды талқыға салған дөңгелек үстел өтті. Оған университеттің профессорлық оқытушылар құрамы және студенттер қатысып, жаңа конституцияның негізгі қағидаттары мен реформалардың қоғам үшін маңызы туралы ойын ортаға салды. Конституцияға байланысты, қабылданғанына, күшіне енгізілгеніне байланысты дөңгелек стол өтіп жатыр. Бұл дөңгелек столдың ең маңызды мақсаты жаңағы осы біздің халыққа, оның ішінде біздің жастарға, осы студенттерге, магистранттарға, докторанттарға конституция негізін, мақсатын, қабылданғанын, қазіргі жағдайда қандай рөл атқаратынын осы дөңгелек столда талқыланады. Жалпы енді конституция туралы айтсақ, бұл бітпейтін бір аңыз ғой. Енді әрбір азамат өзінің жаңа конституциясын білу керек деп ойлаймын. Себебі біз заң қабылдайтын кезде, өзіміздің дауысымызды беретін кезде міндетті түрде толыққанды танысып оқып шығамыз. Сол себепті мен ойлаймын, осы жаңа конституцияны қабылдау барысында әрбір азамат дауыс берер барысында оны толыққанды оқып қарап шығады. Өзім де қарадым. Жалпы осы еліміздің болашағына өзінің оң септігін тигізетін конституция қабылданады деген үміттемін. Ата заңға өзгерістер енгізу бастамасын былтыр мемлекет басшысы көтерген болатын. Президент ұлттық құрылтайда сөйлеген сөзінде ата заңның 40-қа жуық бабына өзгеріс енгізілетінін айтқан. Жаңартылған құжат кіріспеден 11 бөлімнен және 96 баптан тұрады. Онда азаматтардың құқығы мен бостандығын қорғау, заң үстемдігін қамтамасыз ету, білім мен ғылымды дамыту, сондай-ақ цифрлық кеңістіктегі жеке деректердің қауіпсіздігін сақтау сияқты маңызды мәселелер қамтылған.